Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сникерс пирогын дайындаймыз. Таза ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып, үстінен қант қосып, жақсылап араластырып миксерлейміз. Миксерлемес бұрын осылай бірінші ішінде араластырып алыңыздар, сонда сіздердің қанттарыңыз жан-жаққа шашырап кетпейтін болады. Осылай аппақ болғанша миксерлейміз. Енді біздікі дайын болды. Енді оның үстіне қаймақ қосамыз. Бұл қаймақ кәдімгі дүкендегі 20% қаймақ. Және ас содасын қосып, тағы да миксерлейміз. Мен 8 секунд қана миксерледім. Енді бөлме температурасындағы майды қосамыз. Май ішінде толық бір келкі болып араласқанша тағы да миксерлейміз. Қамыр илейтін ыдысқа ұнды осылай алдын ала електен өткізіп алып, үстіне какао қосамыз. Мендегі какао Малайзия жоғарғы сорттағы какаосы. Осылай ыдыстың өзінде жақсылап араластырып аламыз да, үстіне осы сұйық массамызды құйып, қамыр қылып илейміз. Қамырға су немесе қандай да бір сұйықтық мүлдем қоспаңыздар. Майдың мөлшері жеткілікті болғандықтан сіздерде жақсы қамыр шығады. Тек қана осылай айналдырып илеу керек. Қамырдың кішкене бөлігін үзіп алып, оны соңында бетіне сәндеуге алып қаламыз. Міне енді осы дайын болған қамырды диаметрі 24 см болатын формаға, яғни қалпымызға енгізіп, жан-жағынан бортик жасаймыз. Бөлек ыдысымызға варенканы салып, оның үстіне жержаңғақ қосамыз. Әдетте осы сникерс пирогына қосатын жержаңғақ шамалы тұзды болып келеді. Жақсылап осы ыдыстың өзінде араластырып алып, сосын қамырға бір тегіс етіп жаямыз. Енді осы кішкене бөлігін жаятын боламыз. Жабысып қалмау үшін ұн себуді ұмытпаңыздар. Қатты жұқа етіп жаймаймыз. Шамамен 2 мм болады, ал кесетін кезде 1,5 см етіп кесеміз. Әрқайсысын енді қамырдың үстіне жабыстырып шығамыз. Екі шетінен торт тәріздес етіп орналастырамыз. Піскен кезде жан-жағы бір келкі әдемі болып көріну үшін осылай шанышқымен басып шығамыз. Пирогымызды алдын ала қызып тұрған пеште 160 градуста 30-35 минутта пісіреміз. Пісіп шыққан соң формасынан алып толықтай суытуға қоямыз. Одан кейін ғана подложкаға орналастырып, дастарханға ұсынуға болады.
сәндік үшін жан-жағына сахарный пудра себуге болады, және осы сахарный пудраның үстіне жеміс-жидек қойса, әсіресе қызыл түстес құлпынай сияқты жемістерді қойса, өте әдемі үйлеседі.